Ассаламу алейкум рахматулла. Мына бір желіде картинка тарап жүр. Шейх Әл Фаузаннан пітір садақасын ақшалай беруге бола ма деп сұрағанда, ол кісі жоқ, бидай арпамен беру керек, пайғамбардың кезінде берген дейді. Осы қаншалықты рас? Сонда біздің ақшамен берген пітірімізді есептемей ме? Жоқ, әлбетте бұл жауап дұрыс емес. Өйткені пайғамбарымыздың хадисін, іс-әрекетін сахабалардан артық ешкім білмеген. Ал сахабалар радиаллаху анхум Рамазан айында пітір садақасын дирхаммен берген, яғни сол кезге ақшамен берген, бидай арпаның құнын есептеп дирхаммен берген. Бұны бізге Мусаннаф ибн Аби Шейба сахих иснадпен жеткізеді осы риуаятты. Одан басқа имам Бухари де ақшамен беруге болатындығын құптайды. Тіпті зекет бабында дәлел келтіреді. Яғни Йемен халқына Муаз ибн Джабал радиаллаху анху сахаба бидай арпаларының орнына киімдермен садақа беріңдер, пітір садақа беріңдер, зекет беріңдер деген риуаят келтіреді. Сондықтан пітір садақасын ақшалай да, бидаймен де, арпамен де, киіммен де беруге болады. Мұқтажының пайдасына қарай. Алла Тағала садақаларыңызды қабыл етсін.